Жалпы қай салада болсын, ол адамдармен қарым-қатынас үстінде болсын, сыпайылықты жақсы көрем, шектен шықпауды. Және басқа адамдардың менімен қарым-қатынас кезіндегі сондай бір жақсы қарым-қатынаста болғанын, сондай бір сыпайылықты, әдептілікті сақтағанын қалаймын. Жалпы мұғалім бұл әрқашанда ізденімпаз адам болу керек. Ол қай жағынан болса да, ол мұғалімін бе өз ісіме адал тұрғыда қарап, және ол мектептен тыста қоғамдық шараларға араласу міндетті деп ойлаймын. Араласу керек. Себебі ұстаз ол шығармашылық ұстаз болу мүмкін. Мысалы, осы күнге дейін көптеген байқауларға, мектептен тыста ішінен де шараларға қатыстық. Ол адамдарға әрине жетілдіруге жақсы мүмкіндік береді. Сондықтан да мен тек қана мен осы жолды таңдадым, осы жолмен кетуім керек деген ой болмау керек. Әр салада өзіңді байқап көруге мүмкіндік бар кезде сондай мүмкіндікті жіберіп алмау керек. Қандай идея бар, қандай идея келеді, сондай бір клубтарды ашуға болсын, мәселен, қашанда дайынмын және оған қолдау көрсететін ұжым бар. Ұжым болып бірге қызмет атқарамыз. Қандай да бір бастаманы жас маман болсын, ол мұғалім болсын, бастағысы келеді, соған үнемі қолдау көрсетіледі. Және соны құптаймын. Осы жақында бір тәлімгерлікті алдым, сол кезде ойлап қалдым. Тәлімгер болған кезде бүкіл мектептің оқушыларымен жұмыс жасайсың. Сол кезде ойлайсың, тек қана сыныппен жұмыс жасаған әлдеқайда жақсы екен ғой деген сияқты. Кейде ата-аналардың тарапынан болады келіспеушіліктер. Оның арасында әрине ортасында оқушы тұрады, мұғалім, ата-ана және оқушы. Кейде бір-бірімізді түсінісе алмайтын кездер болады. Кейде ата-аналардың тарапынан болады, мақтаса сені аспанға ұшырып жіберетіндей, даттаса сені көрге кіргізіп жіберетіндей. Бірақ оның себеп салдары арадағы болып тұрған оқушы. Көбіне көп жиналыстар ұйымдастырған кезде болсын, ата-аналармен және оқушылармен ашық әңгіме сұхбатты ұйымдастырғанды жақсы көрем. Қандай да бір түсініспеушіліктер болды ма, оқушыларға бөлек, ата-аналарға бөлек жиналыс өткізетін уақыттар болады. Бірақ та түсініспеушіліктер болған кезде оқушылардың арасында ата-ана мен оқушыларды біріктіріп өткізгенді жақсы көрем. Себебі кейде оқушылар тарапынан мұғалімге басқаша түрде жеткізсе, ата-анаға басқаша түрде жеткізетін сәттер болады. Көбіне көп еркін форматта ұйымдастырған жөн деп ойлаймын. Себебі оқушы мұғаліммен, оқушы ата-анамен, ата-ана мұғаліммен жақсы байланыс сол кезде өрбиді. Ол ата-аналармен бір-бірімен жақсы араласады, ата-ана оқушымен жақсы араласады. Сондай кезде бір-бірін тану арқылы, бір-бірімен араласу арқылы мұғалім мен ата-ана арасында бір жақсы байланыс болады. Кейде бір белгілі бір тақырыптар болады, баяндама оқылады, оқушылар ешнәрсе қабылдамайды, солай кететін. Көбіне көп тренингтарды ұйымдастырып тұру қажет. Себебі ата-ананың ойын білесіз, сол өмірмен байланыстырып алып келесіз оған. Сондай бір әдіс тәсілдерді арасына қосқан жөн. Көбіне көп ата-ана келмейді, оқушының жаман үлгеремін айтады деп. Ондай болмау керек, керісінше келуге талпындыратындай жақсы бір ойлар да, идеялар да болу керек. Сол кезде ата-ана талпынады өзі-ақ. Сол кезде ұсыныс болып та жатады мұғалімге, ата-аналар жиналысы қашан өткізіледі, қашан болады деген сияқты. Әрине болады. Жұмыс жасау барысында кейде жұмыс жасап жүріп 2-3 сағат ұйықтайтын кез ғана болады. Үйге келіп те сен жұмыс жасайсың. Сондай кездерде бір ұстаздық жолдың қиындау екенін білесің, байқайсың. Қуаныш тудырады, егерде жасаған ісің басқаларға ұнамды болса, және сол жұрттың алғысын алатындай қызмет болса. Көңіл қуантады, қызметіңнің текке кетпей жатқанына. Жақсы мұғалім жан-жақты, ізденімпаз, бар ынта жігерін жұмысқа арнай білген, енді жұмыс барысында. Өте ізденімпаз, ержүрек қатарына жатқыза аламын. Ол танитын адамына да болсын, жат адамына да болсын өте әділ, қай істеде көш бастайтын, көшбасшы қасиетіне ие, ақыл иесі деп білемін. Тәңірдің өзі кешіре көрсін.
Самал боп еседі өктемлеп, қалдым ба фәнеге өкпелеп, жұлқындып жіберді жағамнан тағдырдың тәбәрәк тәлкегі тепкілеп, мен үшін өмір тым өктем-ақ, ұшырып жібердім өкпен-ап, көңілім құлазып тұрған мен ал жүрек жайнаған көктем-ақ, өтеді бәрі де өтер күн, заманнан зуылдап кетермін, зымырап бір оқ бекем боп тұрмайтын уақытты нетермін, беріп ап егерде уәдемді, шалқайтып көтерсем кеудемді, Тәңірдің өзі кешіре көрсін ұмытсам егерде тәубемді, сан түрлі сынаққа төзбес кім, ырқына тағдырдың көнбеспін, қараңғы түнекте шам болып жарқылдап, шырғалаң шырақтай сөнбеспін.